Барлықтарыңызға сәлем. Ерекше тағамды жақсы көретін қыз келіншектер, бұл видео сіздер үшін күнделікті қандай бір күнде жасап жүрмеген басқаша бір тағам жасағым келеді десеңіздер, дәл осы тағамды жасап көріңіздер кешкі немесе түскі асқа. Ол үшін бізге лаваш қажет, сосын тауықтың төс еті. Оны ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сосын дәл көріп тұрғандарыңыздай лаваштың бетіне бір келке етіп жайып шығамыз. Мөлшерін барлығын мен описаниеға жазып қалдырдым. Қарап, осыған қарай жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай рулет қылып орап аламыз. Енді осыны бірдей етіп бөлшектерге бөліп кесіп аламыз. Енді кезекте кез келген формаға май жағып жайғастырып аламыз. Немесе формаларыңыз болмаса, жай ғана пісіретін пештеріңіздің листіне де теріп жасасаңыздар болады. Осылайша барлығын қатты жақын емес, қатты алыста емес, араларын орташа ашықта етіп, осылай жайғастырып алған соң, 2 немесе 3 жұмыртқа. Менде кішілеу жұмыртқа болғандықтан 3 жұмыртқа қолдандым. Жұмыртқаға тұз, қара бұрыш, сосын сыр, кез келген сыр бола береді. Үкіштен өткізіп аламыз алдын ала. Осылай жақсылап араластырамыз көріп тұрғандарыңыздай. Енді бетіне бір келке етіп құйып жағып шығамыз. Араларына, жанына түсе берсін. Мінекей, молынан етіп жағып құйып алдым. Енді осыны пешке жібереміз. 180-200 градуста пісіп шығатын болады. Енді оған мен сметана, лук, чеснок, қара бұрыш, приправаларды қосып, осындай соус дайындадым. Бұл енді өздеріңіз қалауларыңызша дайындасаңыздар болады. Бірақ дәл осы соусты дайындасаңыздар, бірге қосып жейтін болсаңыздар, дәмі енді бір жасап көріңіздер. Бізге қатты ұнады. Қасына қаласаңыздар гарнир дайындауларыңызға болады. Күріш, әртүрлі макарон. Мен ешқандай гарнир дайындаған жоқпын. Міне осындай сметананы бірінші астыңғы жағына жайып, жұқалатып жайып аламыз да, сосын үстіне дайын болған тағамымызды үстіне қойып тартсаңыздар болады. Енді айтайын ба, бұның бір 3-4 штугіні кәдімгі үлкен адамның өзі тойып қалады екен. Тойымды, берекелі тағам. Себебі бұның құрамында жұмыртқа бар, сыр бар, көріп тұрғандарыңыздай, тауықтың еті, лаваш барлығы енді тойымды. Өте берекелі болып келеді екен. Жасап көріңіздер. Міне арасы осындай. Піскен кезде иісін енді айта алмаймын. Өздеріңіз қалағандай осылай көк пияз немесе укроп, петрушкамен әсемдеп, сәндеп дастарханға тартсаңыздар болады. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Өз пікірлеріңізді жазып, қолдап, лайк басып кетіңіздер.